Сәлем, восточный пирогтың ең оңай, ең сәтті рецебін жасаймын. Бізге қажет барлық заттардың мөлшерін осы видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмсақ сары майды саламыз. Оның үстіне қант, бір жұмыртқа, шым-шым тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық қамыр қопсытқыш, оның үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз. Араластырамыз. Басында осылай шанышқымен, одан кейін қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырды бірден формаға салып, дайындай береміз. Менде формамның диаметрі 22 см, астына пергамент қағазын төседім. Осылай қолымызбен жайып, астына және жан жағына бортиктерін жасап аламыз. Егер сізге қолмен жасау ыңғайсыз болса, кішкене ұн сеуіп, оқтаумен жайып алсаңыз болады. Енді салмасын дайындаймыз. Кез келген кептірілген жемісті аламыз. Мұнда менде өрік, мейіз және жаңғақты алдым. Осылай орташа етіп тураймыз. Барлығын бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Үйдегі кез келген кепкен жемісті қолдануға болады. Одан кейін формамызға саламыз. Барлық жағына біркелкі етіп жайып аламыз. Одан кейін оның үстіне сгущенка құямыз. Сапалы жақсы қою сгущенканы пайдаланған жақсы. Осылай құйып шығамыз. Одан кейін қасықтың көмегімен біркелкі етіп барлық жағына жағып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Менде 20 минут уақытта пісті. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әр уақытта пісіруі мүмкін. Енді толық суығаннан кейін формадан аламыз. Осылай ыдысымызға саламыз. Өте дәмді, әрі оңай жасалынатын рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Қазір ортасын кесіп көрсететін боламын. Сондай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Егер сізге ұнаса, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып, төменге өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.